Соқтан сіз арқылы да бір адам Алланың қалауымен сізге жолығып, сіздімен танысқаннан кейін бір намаз бастап жатса, жаңағы Али радиаллаху анхуға айтқандай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, ей Али, сен арқылы Алла тағала бір адамды тура жолға салса, ол саған мына бүкіл дүниеден қайырлы дейді. Күллі дүние, ол дүние дегенде ол анау Адам алейхиссаламнан бастап қияметке дейін мына дүниенің қазынасы келе жатыр ғой. Осының барлығынан сен үшін қайырлы болады дейді қиямет күні. Көресің дейді. Сонда бір адамның тура жолға келуі, бір адамның тура жолға келуі деген, бүкіл дүние жетпейді екен ғой оған. Өзіңіз ойлаңыз қандай нәрсе. Ол кісі барып сіздің таразыңызға түсіреді. Негізі оны тура жолға салған Алла. Бірақ сізбен кездесіп қалғаннан кейін, мәмілеңіз дұрыс болғаннан кейін, уайымыңыз, кітап тауып беріп, уақыт тауып дегендей нәрсе болған. Сондай нәрсені істеп таразыңызға салады соны.